Сәлем достар, біз бүгін өткендегі талқылап бастаған нұсқамыздың 7004 нұсқаның математика пәнін талдаймыз. Алдыңғы математикалық сауаттылық бойынша нұсқаны талдау алдыңғы видеоларда 3 бөлімнен бөлініп тұр, қарасаңыздар болады. Енді бастайық. Бірінші есеп өрнектің мәнін табыңыз. Арк синус, арк косинус, арк тангенспен берілген. Түрі бір көргенге қорқынышты, бірақ өте оңай есеп. Сондықтан да бұл бірінші есеп беріп қойған. Бұл жерде не істейміз? Бұндай есеп шығару үшін сіздерге мынандай кесте қойып қойдым. Осы кестені жаттап алу керек сіздерге. Осы әсіресе мына бөлімін міндетті түрде жаттап алуыңыз керек. Негізі барлығы қажет. Егер пиді білмей жатсаңыздар, пи дегеніміз 180 градус. Пи бөлінген 6, пи бөлінген 6 деген 180 градус бөлінген 6. 186-ға бөлсек 30, 30 градус. Міне пи бөлінген 6 30 градус. Осылай білесіздер. Пи деген 180. Егер білмей жатсаңыздар, айтып қойдым. Енді қараңыздар. Мынандай есепте қалай жасаймыз? Міне арк синус түбірасы 2/2 деп берді. Енді осы жерде синустың қай мәнде түбірасы 2/2-ге тең екенін қараймыз. Міне синустың түбірасы 2 бөлінген 2. Пи бөлінген 4, яғни 45 градуста. Орнына қоя саламыз. Минус алдында тұрады. Яғни пи бөлінген 4 дейді. Пи бөлінген 4. Ары қарай қосылған 3. Арк косинус минус түбірасы 3 бөлінген 2. Қараймыз. Косинус түбірасы 3 бөлінген 2 бар. Бірақ минус түбірасы 3 бөлінген 2 жоқ. Бұндай уақытта бітеміз. Түбірасы 3 бөлінген 2 бізде пи бөлінген 6. Сонда минус дегеніміз. Яғни ол дегеніміз пиден аламыз. Түбірасы 3 бөлінген 2-нің мәнін, яғни пи бөлінген 6. Минус болса, егер кесе жоқ болса, ол пи минус деген сөз. Пи бөлінген 6-ны ары қарай минус 2-ден 1 көбейтілген. Тангенс түбірасы 3 бөлінген 3. Қайсыда тең? Пи бөлінген 6-да. Міне. Арай осы амалымыз шығарамыз. Пи бөлінген 4. Пиді 180 орнына қоюдың қажеті жоқ. Осы пи күйінде шығарып кетеміз. Пи бөлінген 4 тұра берсін. Мына жерде 6 ортақ бөлім береміз. Мына пиден алып тастау үшін. Сонда 6 пиден пи дасақ 5 пи қосылған 3 көбейтілген 5 пи бөлінген 6 алынған 2-ден 1-ді 1-ден көбейтіп 2-ні 6-ға өтеміз. Сонда пи бөлінген 12. Сонда минус пи бөлінген 4. 3-ті 5-ке өтеміз. Қосылған 15 пи бөлінген 6. Алынған пи бөлінген 12. Енді барлығына ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлімге біз 12 береміз. Себебі 12 өзіне де 6-ға 4-ке де бөлінеді. Мынаған 3-ден, мынаған 2-ден, мынаған 1. Сонда минус 3 пи. Мына минусын ұмытпаймыз. Қосылған 2-ні 15-ке өтсек 30 пи. Алынған пидің өзі бөлінген 12. Сонда 30 пиден 3 пи дасақ 27 пи, 27 пиден пи дасақ 26 пи бөлінген 12. 2-ке қысқартамыз. Мына 13-тен, мынау 6-да қысқартамыз. 13 пи бөлінген 6. Міне есебіміздің жауабы осы. 13 пи бөлінген қараймыз. Міне д жауабы. Болды, есебіміз шықты. Келесі есепті шығарамыз. Екінші есебіміз 5-тің 7 қосылған 2х дәрежесі тең 25-тің 2х дәрежесі. Болды, өте оңай есеп. Өте оңай. Қазір қарап көресіздер. 1-2 минутта шығарылатын есеп. Міне 5-тің 7 қосылған 2х. Бұндай есептерде негізін бірдей қыламыз. Мынаны 25 5-тің квадраты, яғни екеуіне 5-ке алып кірейік. Сонда 5-тің квадраты көбейтінді болып тұра береді. Жанында 2х. Көбейту болады. Сонда 5-ті жазбаймыз. Енді тек қана үстімен жұмыс жасаймыз. 7 қосылған 2х. Тең 2-ні 2х-ға өтсек 4х. Міне 7 тең 4х. 2х-ті теңдік мына бетіне ауыстыра салайық. Сонда минус 2х болады. Енді 7-тен 2х. Сонда х-тен 7 бөлінген 2. 7-ні 2-ге өтсек 3,5. 2 минутқа жеткен жоқ. 1 минутта жарты секундта шықты. Яғни 3,5 жауабы.
түсіндік иә, осындай есептер негіздерін бірдей қылып аламыз. Яғни мына жерде біз екеуін де 5-ке келтіріп алдық. Міне квадратын көбейтіндіп жібере саламыз үстіне. Негіздері бірдей болғаннан кейін тек үстерін алып шығарып кете береміз. Келесі есеп суретте қандай теңдеулер жүйесінің шешімі график тәсілмен көрсетілген табыңыз дейді. Мына y-тен ax-тің графигі және y-тен kx плюс b-ның графигі. Яғни осы жерде қараңыздар. аны табуымыз керек, және мына жерде k-ны және b-ны табуымыз керек, қандай екен. Оны табу үшін мынау жаңағы кішірейтіп мына жаққа жаза салайын. Қазір бір шетке қойып қойайын. Қараңыздар. Бұндай есепте сызықтық график, яғни мында сызық болып тұрған, ол ең оңайы графиктің. Сол үшін осыдан бастаймыз. Бұл дегеніміз y тең kx плюс b деп тұр ғой. Қараңыздар. Бір точкасына қосып, мысалы 5 деген. Яғни мына жерде x пен y-тің кесесін сызып қояйық. Мысалы мына жерде x 0-ге тең, себебі x міне 0-де, былай x 0-ге және y 5-ке тең. y 5-ке, x 0-ге тең. Сосын тағы бір точкасын алайық. Мына бір точкасын алайық. x минус 5-ке тең, y 0-ге тең. Міне енді қояйық орнына. y 5-ке тең, x-іміз 0-ге тең, k көбейтілген 0 қосылған b. Келесіміз осыдан ғана есептейік. Міне k 0-ге көбейтсек 0 болып кетеді. Сонда b тең 5. Міне b-мыз таптық. Енді осы тапқанымызды біз енді математика ғой, ұбт ғой, ұбт болған үшін уақытты көп кетірмеу үшін біз варианттарына қараймыз. b бізде 5 болып тұру керек. Қай вариантында 5? Міне. Мына жерде x минус x плюс деп беріліпті. Мына 4 деген вариант, сразу бұл вариант керек емес. Мынаны сызып тастаймыз. Және мына 5 D вариант сызып тастаймыз. Енді арқайы қараймыз. Мынауын қояйық. Y бізде 0. Мынау екінші мәніміз қойып жатырмыз. Y 0-ге тең, k-мыз белгісіз, x-міз минус 5. Және қосылған 5-е b-ны таптық. Сонда былай k-ны 5-ке өсек минус 5k қосылған 5 тең 0-ге. Минус 5k 5-ті теңдіктің мына бетіне жіберіп жіберсек минус 5. Сонда k тең қанша? 1. Жауабымыз шықты. Енді мынау k-ны b-ны қоямыз. Сонда y тең k-мыз бізде 1-ге тең, 1 көбейтілген x қосылған 5. Сонда y тең x плюс 5. Енді x, енді 5 пен y-дің орнына ауыстырсақ, мына жерде x плюс 5 тең y деп жазайын. Сонда x, y-іміз теңдіктің бері бетіне минус болады. x минус y тең 5-іміз теңдіктің арғы бетіне өткен кезде минус 5 болып өтеді. Міне. Біз мынау графигіміздің таптық теңдеуін. Енді осы вариант іздейміз. x минус y тең минус 5. Міне x минус y тең минус 5. x плюс y тең минус 5. Мынау дұрыс емес. x минус y тең 5 дұрыс емес. x минус y минус 5, x минус y минус 5. Міне екі вариант. Енді қараймыз. Біріншісінде мына жерде x-ның өзі, мына жерде минус x дәрежесінде. Осының қайсысы келетінін табамыз. Яғни 4-тің дәрежесі. Бізге анымыз осылай вариантпен тауып аламыз. Енді қараймыз. Мынаның бір нүктесін алайық. Мысалы мына нүкте. Бұл жерде қарайық x пен y-ті. X-іміз мына жерде 0-ге тең, y-іміз 1-ге тең. Енді мынаған салайық. Мына с вариантындағы теңдеуі салайық. Y тең 4-дің x дәрежесі. Сонда y 1, x-іміз 0. 4-дің минус 0 дәрежесі. Просто 0 дәрежесі. Мына келіп тұр, е? Және екінші мынауымызды алып алайық.
y-тен 4-те минус x. Бұған да салып көрейік. 1, 4-те минус 0. Бәрібір екеуі де дұрыс болып тұр. Енді тағы бір точкасын қарайық. Екінші точкасы ол мұны. Бір мына нүктені қарайық. Мына жерде 4, мына жерде минус 1, яғни x минус 1-де y 4-ке тең. Алып қоямыз. Y 4-ке тең. Мына жерде 4-тің минус 1 дәрежесі. Дұрыс па теңдік? 4 минус 1 дәрежесі тең 4-ке. Дұрыс емес. Ал мына жерді көрейік. 4 тең 4-тің минус 1 дәрежесі. 4 тең 4-тің минус плюс 1 болады. Мынау дұрыс. Яғни біздің мына теңдеуіміз дұрыс. Осылай 2-3 мәнді орнына қойып табамыз. Яғни жауабымыз мына 4-тің минус x дәрежелі. Яғни жауабы болады. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Түсінбеген болсаңыздар, маған кері байланыстарыңызды беріңіздер. Келесі 4-ші есебіміз. Жер экваторының ұзындығы шамамен 400 000 километр. Ал оның диаметрі экватор ұзындығының 32%-ын құрайды. Жердің диаметрін табыңыз. Яғни ұзындығы 400 000 километр. Диаметрі ұзындықтың 32%, яғни 32%-ын құрайды десе, ұзындықтың, яғни соны L-ді ұзындық дедік, соны 0,32-ге көбейтеміз. Жердің диаметрін табыңыз, міне, диаметрін табамыз. Енді L-дің орнына қоямыз. 400 000 көбейту 0,32. Енді қараңыздар, 400 000 0,32 бөлінген 100 дейік. Мына жерде 2 0-мен 2 0 қысқарады. Сонда мені 3 0 қалады. Бұл жауабымда 32-ні 4-ке өтсек, 4-ті 30-ға өтсек 120. Ара 2-ні 4-ке өтсек 8-сында тең 128 000 километр. Мұның жауабын қараймыз. 128 000 Д жауап. Өте оңай есеп. 5-ші есебін шығарамыз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Мына теңсіздік беріліп қойған. Алдыңғы бір екінші есептегідей. Бұл жерде негіздерін бірдей қылып аламыз. Мына 9 бөлінген 25-ті 3-тің квадраты бөлінген 5-тің квадрат десек. Квадрат жақшаны сырын жарсақ 5-тен 3-тің квадрат десек болады. Енді орнына қоямыз сонда. 3 бөлінген 5 x-тің квадраты кіші 3 бөлінген 5 квадрат тұрады. Көбейтілген қасындағысы жазыла береді. X қосылған 1,5. Міне бізде мынандай теңсіздік пайда болды. Негіздері бірдей. Енді ары қарай қалай шешеміз? Енді осы жерден мына ескеретін жайды айтып кетейін. Егер мынау негізі біз А деп белгілесек, мынау негіздеріне, егер А-мыз біздің бірден үлкен болса, теңсіздік өзгермейді. Ал А-мыз 1 мен 0 арасында, яғни 0 бүтін деген сияқты сандар болса, онда теңсіздік өзгереді. Осы заңдылықты естеріңізде сақтап алыңыздар. Сонда мына жерде қараңыздар, x квадрат жоғарысындағыларын жазамыз, мына жақта 2 көбейтілген x қосылған 1,5. Енді теңсіздік бұлай қалмайды. Себебі 3 бөлінген 5 дегеніміз ол 0,6, 0 бүтін, яғни арасында жатыр 0 мен 1-дің. Сол үшін теңсіздік өзгереді. Мынау бұлай тұрса, бұл бұлай өзгереді. Міне. Арай есеп шығарып кетеміз. X квадрат, бәрі x квадратын жанына алсақ, 2x минус, бастапқыда түсінікті болу үшін бұлай жақшаны ашайын. 1,5-ді 2-ге өтсек, 3. Ары қарай x квадрат 2-ні теңдікті бер бетіне өткізсек минус x минус 3 кіші 0-ден. Міне ары дискриминанттың формуласын салып шығарамыз. Білесіздер, дискриминант тең b квадрат минус 4ac. Және мынау бізде квадраттық теңдеудің мынандай формуласы, яғни жаңағы берілген түрі ax квадрат қосылған bx плюс c. ax квадрат плюс b-мыз минус 2-ге тең, c-мыз минус 3-ге, a-мыз 1-ге тең. Сонда
дискриминант тең b квадрат, яғни минус 2-ның квадраты алынған 4 көбейтілді a-мыз 1-ге тең, с-мыз минус 3-ге тең. Минус 2-ның квадраты 4, 4-ті 1-ге өйтсек 4, минус 3-ге өйтсек минус 12, алдындағы минус 5 плюс 12 болады, сонда 16. Ары қарай x1, x2 қаншаға тең? x1 және 2-ның жауабы минус b, қосу алу түбірасында d, бөлінген 2a. Осы формуламен жазып шығарамыз. Минус x1 минус деп ғой, x1 тең минус b-мыз өзі минус 2, минус 5 плюс 2 болады. Қосылған біріншіне түбірасына 16, бөлінген 2, а-мыз 1-ге тең, 1-ге өйтсек, бәрі сол санның өзі. 2 қосылған 4, бөлінген 2, ол 6 қосылған. 6-ны 2-ге бөлсек 3. Келесі x2-міз. 2-ден мына жер алынған. 2-ден 4 аламыз, оны 2-ге бөлеміз. 2-ден 4 тасақ минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек минус 1. Мына біздің x-дің 2 мәні шықты. Біреуі 3, біреуі минус 1. Енді ары қарай мына теңсіздікті қалай шешеміз? Біз x-дің мәндерін таптық. Енді мынандай түрге келтіру керек. Оны келтіру үшін былай график сызамыз. Яғни интервал сызамыз. Мәндерін қоямыз. Мына жерге 3, мына жерге минус 1. Егер мына теңсіздік астында мына жерінде сызығы бар болса, онда бояу керек болады. И жауабында тік жақшамен беріледі. Бізде астында теңдік жоқ, сол үшін іші боялмайды. Жауабы жай жақшамен беріледі. Мына қарасаңыздар, бәрі жай жақша. Негізі ұбт сіздер білесіздер, уақыт өте шектеулі. Сіздер мынаны интервалға салып, былай отсаңыздар болады. Әрқайсысын мән беріп, немесе бүйтіп бәрін орнына қойып, бірақ уақыт алады. Сол үшін бізде екі жауап бар, минус 1 мен 3. Жауаптарына қараймыз. Минус 1 мен 3 қайсында бар? Сонымен есепті тезірек басқа есепке өтуге мүмкіндік қараймыз. Минус 1 мен 3, минус 2 мен 9 бұл емес, минус 3 мен 5 бұл емес, минус 5 мен 4 бұл емес, минус 1 мен 3 мұны D вариантында бар, E вариантында 1 мен 25 бұл емес. Яғни жауап D варианты. Бұл ең оңай жолы осылай табу. Ал бірақ кейбір уақыттарда бізге шешуге тура келеді. Ол есептің уақытына сай мен көрсетемін, бірақ осындай есептерге есептің жауаптар табасыздар. Сөйтіп варианттарын іздейсіздер. Бұл ең тиімді жолы ұбт-дан. Себебі ұбт-да уақыт шектеулі.